Баршалықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернар достар. Бүгін бізде новый форматтағы видео достар. Бұл видеоны до конца көріңіздер, өте қызықты болмақ достар. Бұл кино ретінде шығарылады. Ал достар, бұл ең алғашқы Roblox'тағы кино ретінде шығарылатын видео достар. Осындай видео үшін давайте лайк басып, тіркеліп, галочка басып кетейік достар. Ал ендеше видеоға кеттік. Бір күні достар, қаланың ортасынан ет дүкені ашылады. Және де бұл дүкеннің саудасына алғаш рет адам келеді. Олайша достар, ет сатушы алғаш рет ашуланды. Және де бағанағы веганды жеп көріп кетті. Ет дүкенінің алдындағы быт-шыты шықты. Солайша ет сатушыда вегандарға қарағанда көз қарас пайда болды. Ақтөс, мә. Ақтөс деген несі? Мен өзім қап-қарам қандай Ақтөс? Не дейді? Мына тағы естіп жүрек. Ақтөс, ана сен еттерді жеп қойма, мақма. Ана күніге бізге вегандары келеді ғой. Я, білеміз ғой, күніге қорғап жүрміз ғой. Соның вегандары кесе, айыр, түсіндің ба? Біздің 1 килограмм еттің бәрін бытшын шығарған. Давай, кет. A few moments later. Мынақты егем де бір ше. Мынақты фургон келеді. Мынақты тығып тұра тұрайын мен. Не істейді екен мынау? Көріп жедік. Мынау. Бағанғы біз. Мына егем де ойбай ауыр екен. Мына қапай сүйреп. Ана акароктың ішінен ансасам болды ғой. Фаш қып жүрмесем мен бұл. Итке айналып кеткен. Мәсаған, лақтып тыстадым болды ғой сияқты жатсың кәз. Мен анақта бір фургон бар еді кәз. Мен ана фургон қаршы, ё-мое деген. Мен деген Ақтөспін ғой, білмеймін, қайақ Ақтөсті қоқмаған. Денем қап-қара, еще кішкінаны бытшын шығарып тұрғансың ғой. Мен мәсаған. Ой. Мынау егемде кеме кетті, мына әлі жатыр достар. Мен бір бәлені істеген кепті, мен мынау ойбой. Бағана анау деген 1 килограмм ет жоқ қыптады. О, неге килограмм ет кіріп жүрмейміз? Мынаны достар, мен Ақтөспін ғой. Мен машина айдап білем, мен атак. Мен сондай крутой болған аңғарамыздар естіп жүріп қазір. Мен газды басамыз ойбай. Ойбай, достар. Мынаған деген быт шықты ана ішіндегі адам. Фаш болып кетті ғой. Машина аптайын деді, алма мәкән. Достар, алынбайды шынымен машина. Ё-мойын алынбайды. Ішіндегі адамды мен ала аламын мәген. Көзесі ішіндегі адам. Мен жақтырғымын. Фаш өткен адам. Мен егін. Достар, мен аған бір бәлесі қалайсасын жалғастыратын болған. Ал достар деген мананы әрең дегенде сырып шығардым ал. Ё-мойын аңғарамдан қандары. Немене розби ма? Қан ішпеген ма? Немене? Өйстіп короче аңғарда іші деген фаш болып отыр. Мен сөйтем нағарып қоған сапыстайын да. Өскіріп қоған сапыстайын. Йо, қандары деген бұлшылдап отыр. Мынаны кәбейт көк қолмақ деген. Мама көтеріп алсайын да. Қазір мен бейт аламын. Хоба! Көрдіңіздер достар, мен негізі ойбой деп өтіп тастайын, короче. Қазір достар ағын сабылайын жалғастыратын болам. Ойбай достар, мынаған қанша сұрап отыр, мынау деген жаман ауыры бір бәле екен. Ё-май, мынаған қасамда қароқ бар, ішіне бар. Ойбай, қойын деп отыр. Ай, қойын деп отырмын. Ё-май, қойын деп отырмын. Мына қайсы қароқ бар? Мына қароқ бар екен, мынаған бейт. Бақтыра слайық болды өзі жатып алсын. Ё-май, 2-ші этажда не ұрыс? 2-ші этажға мен вообще шығып көрмей, егем деген келе береді, үйсіп, анда-санда жүріп қою керек. Әпте, андай қылып, мынандай қылып жүріп, белім ауырып кетті ғой. Ё-май, мынаны бүйтіп қойық, кәз, достар, бүйтіп қойық сонда. Деген біз тез жүреміз достар, атақ лайфқа қой менде. Алқан жақты жақтырма, болды коробканың ішіне саптадым, болды ғой, короче. Қазір егем, күтемен, есемен, жақам, еге деген жаман естіп тұрып жүре берейші, белім ауырып кетті ғана, егем деп қана сол. Мен бәрін жапты, короче, мен сондай ақылды болған, сондай еттің, короче.
мына қан деген шаршап жатыр ей. Ё-моё, жаман екен ай. Мен орда негізі мен ит болған негізі былай ойлап қалмасам мен кәдімгі жүріп жүре аламын мен тақап тұрайын достар. Сосын ертең жалғастырамыз. Ё-моё, мына жақта егем жүр ғой. Тез бір крабл деп алайын. Ё-моё, мына жақта егем жүр ғой. Досы шошып кетті, мына бүйтіп қояйық болды. Деп қояйық отырып деген. Қане байтын. Қарадың ба Ақтөс? Қарадың ба? Маған не ақ келдің не? Бірақ сен ет сатады екен ғой, етің бар е. Айтпақ қойма. Ена кім фургоны? Өтірік достар, білмеген құсай сояқ. Мына жақта негеміз бана адам екен. Коробканың ішіне қалдырып, мына қан сасып жатыр деген. Ё-моё, мына жақта да кім жүр? Мен де ойлаймын анам дейді. Мен саған деп жоқ технарды ұйықтады екен аналар. Кетіңдер біздің үйден деген біз істеп тастаймын. Шашып тастаймын сені. Мынау деген бір бәлен істеп жатыр. Қазір неде ет сатуым керек дейді. Болды, ертеңге ет дайындап отырсыз деп өтірік соқты. Мен кеттім, ұйықтаймын. Ё-моё, ұйықтап алайын. Мынандай не ашып отыр? Бастық! Сен мен білмеймін ғой. Маған қара. Маған қара, бірінші рет көрттім. Мына жақта түрмеде сен мал асырайтының бар еді? Мына не бар? Бастық. Достар, мен негізі ананың қайтып ашты деп ойлайсыздар ма? Енді анда-санда осындай болып қалған. Адамнан да ақылдымын да әлі. Мен деген ақшам толған ақшам бір алайық. Қоя беріңіз, бастық. Қашыңыз, мен жолға шығып кетемін. Кеттім, мен жатуым бір. Пистолет. Өтіп жоқтар. Кім? Қуадек бана бастық. Жұмысын істерші бар. Мен жатып ұйықтап ойын деп. Мына бомба мынау бәрі бар. Мен жаман бастық екен. Қорыққанымда кетші бар. Кетші. Кетіп баратыр. Ұрын деп жатып ойықшы. Белім ауырып кетті ғой. Қараңыздар, ақша бар. Не ғой, маған деген қымбат сэндвич па, сондай бір етіңізді беріңізші. Мен сізді мына жақта ет ашылды дегенім. Жарайды, қазір еттен бүгін ғана сойылған ет, білмеймін қақтан. Қоя беріңіз. Мына еттен ұстап жеріңіз енді, мына етті бере салайын сізге. Мына ет па, жарайды, қазір мен наны ыстықтай апара салайын машинама, сосын ақшасын беремін. Қазір машинама бүйтіп қой жерейін, қазір мына жаққа деген қой жерейін машинама, ақшасын беремін, күте тұрыңыз. Қазір мен ақшасы деген қанша доллар оның? Енді свеж ет болған соң $100 ғой, бір пачка ақша. Болды, қазір бере салым. Не деген қымбат сіздерде? Ё-моё, жаман қымбат екен. Мен сіздер аласаңыз, міне сіздің доляңыз енді. Бүгінгіге бірақ клиент болған шығар, міне аласаңыз. Рахмет, сау болыңыз. Давайте.